сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақтың тақырыбы геометриялық фигуралардың және сандардың тізбегі 69-шы сабақ. Бүгінгі сабақта тізбектің құрылу заңдылығын анықтауды және заңдылықтың бұзылуын табуды үйренесіздер. Бірінші есеп. Дәптерге геометриялық фигуралардан тұратын төмендегідей тізбектер сал. Әр тізбек қандай заңдылық бойынша құрылғандығын анықтауымыз керек. Бірінші суретке қараймыз. Көк, жасыл, көк, жасыл, көк, жасыл. Яғни шеңбер, шаршы, шеңбер, шаршы, шеңбер, шаршы. Кезекпен кетіп жатыр. Сонда келесі пішін бізде, яғни фигурамыз болады, көк түсті шеңбер. Сосын жасыл түсті шаршы. Солай жалғасып кете береді. Екінші суретке назар аударайық. Екі күлгін түсті ромб, қызғылт шеңбер. Екі күлгін ромб, қызғылт шеңбер. Екі күлгін ромб, келесі бізде болады қызғылт шеңбер. Және екі ромб. Солай жалғасын табады. Үшінші суретте екі көк шеңбер, күлгін ромб. Екі жасыл шеңбер, екі көк шеңбер, күлгін ромб. Ары қарай тізбегіміз екі жасыл шеңбер, екі көк шеңбер, күлгін ромб, екі жасыл шеңбер. Дәл осылай тізбектеліп кете береді. Екінші есеп. Қазақтың ою өрнегі тізбегіндегі заңдылықтың бұзылған жерін тап. Алдымен әрбір оюды біз сандармен белгілеп алайық. 1, 2, 3, 4, 5. Одан кейінгісі уже қайталанып жатыр. Сонда келесі бізде 1, 2, екінші ою үшіншіге кетіп тұр. Сонда біз 2 мен 3-тің орнына ауыстырамыз. Ал жасыл түсті құс пішіндесі ою мен жүрек түсті екеуі өз орында тұр. Келесі бірінші номерлі оюымыз бен екінші номерлі оюдың орнына ауыстырып тұр. Олардың орындарына ауыстырамыз. Үшінші номерлі өз орында тұр және төртінші номерлі де өз орында тұр. Соңғы 5-ші номерлі оюымыз да өз орында тұр. Есептердің толық түсіндірмесін алу үшін жеке консультацияға жазылуыңызға болады. Алғашқы консультация тегін.